Достар, видео бастамастан бұрын сіздерге Асю деген каналды ұсынғым келіп отыр. Оның шапкасы өте керемет екенін көріп тұрсыздар. Және де ол балада қазір 224 подписчик. Және де ол өте керемет және де трендовый заттар түсіреді. Мысалы, спортмастердегі тығылмақ және де сұрақ жауап сияқты. Ал келесі бала бізде Расул Пранкс деп аталады. Бұл каналда өте күшті видеолар, және де қараңыздар, казахский Эдвил Расул Пранк деп болған. Осындай видеоларды көптеп түсіреді. Яғни оның видеосын қарап, сіздер спокойно күле аласыздар. Короче, достар, осы екі канал ссылкалар описаниеда. Вот, давайте видеоларын қарап, каналдарына тіркеліп кетейік. Түстің ба? Я түттім. Лол, кек, чебурек, сіздермен мен Нұрланбек. Видео қайда, бро? 24 сағат челлендж түсіріш. Азымхан, 24 сағат тамақ жеш деген сияқты комментарияларды сіздер соңғы видеода көп қалдырдыңыздар. Және де мен өткен видеода сіздерден 3500 лайк сұрадым. Ал сіздер болсаңыздар, кеше ғана 3600 лайк жинап тастадыңыздар. Сондықтан да мінекей жаңа видео қағып алыңыздар, достар. Бәріңе сәлем, сіздермен мен Азымхан МДВ. Бүгінгі видеода біз 24 сағат бір түсті тамақтар жейтін боламыз. Ол түсті анықтау үшін бізге шапка көмекке келеді. Міне, мынандай ғана шапка. Осы шапканың ішінде қағаздар болады. Сол қағаздың ішінде түстің жазуы болады. Яғни бір қағазда қызыл немесе сары түс деп тұрады жазылып. Соның біреуін таңдаймыз. Ал енді таңдайық ал. Нұрланбек бірінші таңдайды. Еще анақта шылбам деген бар. Ондай да айтпай қой. Сары түсті Нұрланбекке. Нормально. Енді мен таңдайтын боламын. Енді қара, саған сары түсті, ал маған бисмилля, давай. Қара түсті. Прикинь, нема қара түсті. Достар, мен алдын ала білдім. Мен шынымен де білген сияқты, мен қара түсті киім киіп алдым алдын ала. Сондықтан да давайте, достар, ендеше азық-түлікті сатып алуға кетейік ал ендеше. Достар, бәріңе сәлем. Блин, маған вообще тәрбиесі. Сәлем. Қаяқта. Короче, біз қазір үлкен анварға баратырық. Ане, үлкен анварға баратырық, короче. Супермаркет емес, гипермаркет. Так, қара түсті заттарды алып жүрейік, енді қазір қарайтын боламыз. Қара ішер. Оппана, мына жерде Шай. рифленый жасыл чипсы түрі жасыл. Самый главный бізге сырты қара болу керек. Жоқ па дым? Шай бар, бірақ шай кереңге шалы. Шай ішпеймін ғой. Дым жоқ, осы қара түскен. Блин, босқа түс. Жүр. Сары түс түскенде жақсы болады. Сникерс. Оппана, сникерс, блин. Ақша қартасын ба, әлі қартылайын. Қорсына. Так, сникерс аламыз. Сникерс аламыз. Жалпы 258 теңге тұрады. Болмайды ғой. Болмай ма? Жоқ, мен просто былай өзім түсіріп жүрмін. Тамақ алып жатқанын түсіріп, болмай ма не болады? Жоқ, сіз түсінмейді. Давай, сürки түсіріп. Шық кеттім. Қараны шығып бет. Салып тұрасыз пакетке. Достар, мінекей чек 2351 теңге шықты. Мына 12. Не, мынау наяқтағы тұрған менің заттарым, сенікі мынау. Сен 24 сағат бойы осындай тамақ жейсің енді. Менің заттарым көп болса, сенікі ауырырақ. Ауырырақ па? Иә.
зиян затты жеуге кеңес бермеймін. Пешеходта өтеміз. Достар, короче, мен ММДМсін жеп бастайын деп отырмын. Өзімнің видеомда қарап отырмын енді. Ішім пысып отыр. Қазір сағат уже примерно 1:31 кетті. Сағат 1:31 кетті. Сен не жеп жатсың? Несквик жеп жатсың. Жарайды, мен өзім ММДМсін жеймін қазір. Ну, 71 теңге киткат қоқсайды. Киткат қақсай ма? Жарайды, короче, мен ММДМсінді аша берейін болам. Неке, достар. Қараңыздар, достар, қандай ММДМс. Ё-моё. Осылай қарап жеп отырам енді. Мен де. Мен негізі детский контент Несквик қысылар. жек қой, давай. Не жейін деп жатсың? Менің заттарым, оны мен жеймін. Мен сансын дедім. Жарайды, достар. Кішкене қалды міне уже. Бітіріп тастадық. Все, ММДМс бітті. Енді өзіміздің басқа заттарымыз жейтін боламыз. Неке, достар, мен шай ішіп отырмын қазір. Қара түсті оғасын, енді сүт салған жоқпын, сондықтан да міне сникерспен шайын ішейін деп отырмын. Енді осылай енді жайлап тауысып жатыр тамақтарымыз. Нұрланбек өзі шаймен барни жеп отыр, барни жейін деп отыр, да? Шаймен ішетін тек осы сникерс бар. Нұрланбек жаңағына өзінің барнийін бітіріп тастады. Тез жеп қойдың ғой, чөт. Мен сникерсімді әлі жеп отырмын. Қазір жеп қоятын болам, шаймен ішіп. Достар, қазір сағат 3:47 кетті. Мен өзімнің сериалымды қарап отырмын. Қазір чипсымды жейін деп жатырмын. Міне мынандай Макс Лейс супер рифленый деген чипс. Сіздерге сатып алуға кеңес бермеймін, өйткені ол зиян. Қайталап айтайын, бұл тек қана челлендж түсіру үшін ғана сатып алып тұрмын. Нұрланбек қазір кітап оқиын деп жатыр еді ғой, да? Кітап оқиын сабағымды. Жеп болғаннан кейін, ол тамағын жеп болғаннан кейін, қазір ол сабағын оқитын болады. Мен қазір өзім сериалымды қарап отырмын. Достар, мана мен өзімнің чипсымды бітірдім. Енді мен мына жерде хрустим жейін деп отырмын. Сабағымды оқып. Сосын қараңыздар, мен кішкентай кезімдегі сөйлетім. Короче, мына жерде мен сабағымды оқиын деп жатырмын. Достар, түрін қараңыздар мында. Мынандай бірдеңесі. Дәмі тәтті екен өте, достар. Қазір осыны жеп бітіретін болам. Содан кейін басқа шаруалармен айналысатын болам. Мен ММДМс жейін деп жатырмын. Сосын қазір. ММДМс жеп болғасын сабақ. Саға. İstiyorsun abi. ММДМс жазым. Kameranı almış мен. ММДМс istiyorsun bak. Әкел ұстап тұрайын ба камераны? Сен де сабақ оқыш. Кака? Я жеп болған деп жатырмын. Бәріңе сәлем. Сіздермен мен Әзімхан МДВ. Немен амандасып жатырмын. Негізі мен кеше амандасып едім ғой. Достар, мен кешкісін видео түсіруге ұмытып кетіппін. Кешкі аста жеп жатқан кезде түсіруге ұмытып кеткенмін вообще. Өйткені мен кешкі аста ата-аналарыммен бірге жейміз, біз кешкі асымыз жалпы. Сондықтан да түсіруге ұмытып кеткенбіз. Енді сол ұмытып кеткен үшін енді жалпы бүгін түсіріп жатырық. Бүгін жексенбі. Енді бүгін біз шаш алуға баратырық. Ертерек жазылып қойдық, енді соған баратырық. Кеше чипсы қалып қойған екен. Менде чипсы мен кола қалып қойды, Нұрланбекте толып жатыр әлі заттар. Витек! Еще бүгін мен өзімнің завтрагымды жеп алдым.
Сосын Христи. Мінекей жаңа ғана пешеходтан өттік. 10. Достар, мінекей біз жаңа автобусқа мініп алдық, 10 деген. Сосын келдік сол автобуспен. Блин, ана автобусқа жыным келеді, өйткені ол автобус кішкентай ғана. Сондықтан да мен былайынан тұрам бүйтіп. Басым тиіп тұрады автобусқа. Сондықтан да ыңғайсыз болды. Хорошо, что үлгердік. Автобусқа жүгіріп кеттік мана, өйткені ол остановкадан емес, енді Нұрланбек өзін согын ішейін деп жатыр. Христим. Жоқ, сосын ішесіз. Согын ішейін деп жатыр. Айтпақшы достар, Нұрланбекте көп заттар бар әлі. Ол әлі дым ішпеген, дым тауыспаған, а мен бәрін тауыстадым. Маған тек қана чипсы мен колам қалды. Ал енді қазір біз шаш қидыртуға барамыз. Да? Мінекей қараңыздар, келіп қалдық мына жерге. Міне шаш қидыртуға. Білем, ана автобуспен нефтем олды ішінде автобус. Мінекей күн шығып тұр, күн. Нұрланбек, мына мысықтарды қарасын. Соғыңды ішіп. Алдым өтіп кетпесе oldu ғой. Так, міне келіп қалдық уже парикмахерскийға. Сояққа отырып өзіміздің тамақтарымыз ішетін боламыз дейсің ғой. Шаш қидыртып алайық бірінші. Соғың ішіп болдың ба? Сақпай бер. Мінекей Brutal Barbershop. Мінекей достар, сағат уже 7 болып қалды. Біз парикмахерскийден шықтық шаштараздан. Енді міне коламды ішетін болам. Кішкене қалды мына жерде. Кішкене емес, енді ішу керек. Так. Сау. Қазір енді үйге қарай қайтатын боламыз, үйге. Сосын ары қарай түсіретін боламыз. Мінекей достар, біз үйге де жеттік, сағат 7 болып қалды екен уже. Үйге жеттік, шашымды қидырып келдім, міне көріп отқандарыңыздай кішкене алдырттым. Енді менің тамақтарым бітті, таусылды барлығы, қара түсті заттарым. Ал Нұрланбекте завтрак қалып қойды, витек қалып қойды. Сондықтан да Нұрланбектің челленджда аяқталған жоқ деген ойдамын. Бірақ та оны аяқтайтын бізде уақыт жоқ. Оның челленджін аяқтайтын өткені қазір видеоны жіберу керек монтаждап. Ал ол үшін примерно 3-4 сағаттай кетеді, или 2 сағат. Сондықтан да мен видеоны аяқтайтын. Мен емес, Нұрланбек екеуміз видеоны аяқтаймыз. Бірақ әлі аяқталған жоқ негізі, бірақ видео тезірек шығу үшін аяқтайын деп отыр. Ал егер де сіздерге осындай видео ұнаса, онда лайктарыңызды басып, біздің каналға тіркелуге ұмытпаңыздар. Сосын каналға тіркелу дегеннің қасында колокольчикті басып кетіңіздер. Ал ендеше біздің кішкене влогқа ұқсас видеомыз аяқталайын деп отыр. Сау болыңыздар, достар. Әлі қарап отырсыңдар ма не? Ей бала, мүмкін даже қыз бала, қорықпа, жылама, жынданба. Видеоға лайк басуға ұмытпа, орнында тіркелсең каналға. Сен давай лайк бас, пожалуйста, онда давай пока.